Сәлем достар! Deutsch mit Айжан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз етістіктер тақырыбын жалғастырамыз. Неміс тілінде етістіктер екі үлкен топқа бөлінеді: дұрыс етістіктер және бұрыс етістіктер. Дұрыс етістіктерді неміс тілінде regelmäßige Verben деп атайды. Бұрыс етістіктерді unregelmäßige Verben. Дұрыс етістіктер ол ережеге бағынатын етістіктер, яғни олар жіктелген кезде етістіктің түбірі өзгермейді. Бұл неміс тіліндегі етістіктердің 90%-на тән. Ал 10%-ға жоғы ережеге бағынбайды. Олар жіктелген кезде түбіріндегі дауысты дыбыс өзгеріске ұшырайды. Бірақ біз бұл тақырыпқа келесі сабақта тоқталамыз. Ал бүгінгі сабақта осы ережеге бағынатын дұрыс етістіктерді талқылаймыз. Мысалы, trinken етістігі, біз бұл етістікті өткен жаттығулардан білеміз. Етістіктің түбірі мұнда trink, en ол бастапқы формадағы жалғауы, инфинитив формасы. Енді осы етістік жіктелген кезде ich trinke, du trinkst, sie trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, етістіктің түбірі ешқандай өзгеріске ұшыраған жоқ, сол қалпында қалды. Тек оған тиісті жалғаулар жалғанды. Сондықтан бұл ережеге бағынатын дұрыс етістік болып табылады. Мына сөйлемдегі мысалға назар аударыңыздар. Ich beginne die Arbeit. Мен жұмысты бастаймын. Бұл жердегі етістік beginnen етістігі бастапқы формасы бірінші жақта жіктелген кезде ich beginne болып жіктеледі, яғни жалғауы е. Arbeit ол жұмыс деген мағынаны береді. Енді басқа жақтарда да жіктелген кезде қарап отырсаңыздар, етістіктің түбірі ешқандай өзгеріске ұшыраған жоқ, сол қалпында қалды. Мысалы, сен жұмысты бастайсың, du beginnst die Arbeit. Тек s-ті жалғауы жалғанды екінші жақта. Келесі бір мысал, ол suchen етістігіне мысал. Ich suche das Hotel. Бірінші жақта е жалғауы жалғанып тұр. Екінші жақта s-ті жалғауы жалғанып тұр. Үшінші жақта т. Du suchst das Hotel, sie, es sucht das Hotel. Яғни, қарап отырсаңыздар, барлық жіктелген формаларында етістіктің түбірі such ешқандай өзгеріске ұшыраған жоқ. Бұл етістіктің стандартты түрде жіктелуі. Біз бұл жалғауларды өткенбіз. Әр жақта қандай жалғаулар жалғанатынын сол сақталып тұр. Келесі бір мысалы жүзуге қатысты. Ich schwimme schnell. Мен жылдам жүземін. Бұл жерде де етістік әр жақта жіктелген кезде өзінің schwim түбірін сақтап тұр. Ол түбір ешқандай өзгеріске ұшыраған жоқ. Тек әр жақтың өзіне тиісті жалғаулары жалғанды. Бұл жерде айта кететін жаңа сөз, schnell сөзі жылдам деген мағынаны береді. Бірақ осы дұрыс етістіктердің ішінде де сәл өзгеріске ұшырайтын етістіктер бар. Олар бірақ түбір өзгеріске ұшырамайды. Мұнда жалғауларында өзгерістер болады. Мысалы, heißen етістіктің бастапқы формасында тұр. Heiß етістіктің түбірі en жалғауы. Енді жіктелген кезде қарасаңыздар, бірінші жақта ich heiße е жалғауы жалғанып тұр. Бұл стандартты жалғау. Бірінші жақтың. Екінші жақта біз білеміз, du есімдігімен қатар келгенде етістікке s-ті жалғау жалғану керек негізі. S-ті. Бірақ бұл ережеден сәл ауытқу. Бұл жерде s-ті емес, т жалғауы ғана жалғанады. Себебі мына түбірдің соңғы әрпі, s-сет әрпі, онда s дыбысы бар. Сол себепті қатар екі s-ті қоймас үшін бір ғана осы s-сет әрпін қалдырамыз да т жалғауын жалғаймыз. Бұл кішкене ережеден ауытқу болып табылады. Сонда түбірі s, s-сет, z және
X әріптермен аяқталатын дұрыс етістіктерде осы ду формасында өзгеріс болады. Мұнда жалғау S-ті емес, тек қана Т жалғауы болады. Қарап отырсаңыздар, қалған жақтарда сол стандартты жүктеу жалғаулары, яғни бірінші жақта Е жалғауы, жекеше түрдің үшінші жағында Т жалғауы, қалған көпше түрде де ешқандай ондай бір ерекше ауытқу болған жоқ. Мына мысалға назар аударыңыздар. Біз мына SZ әрпін жаңа қарастырдық, енді Z әрпін қарастырайық. Бұл жерде де жаңағы екінші жақта сәл өзгеріс болады. Яғни тансын етістігі, оның түбірі Z әрпіне аяқталып тұр. Енді қарап отырсаңыздар, екінші жақта S-ті жалғанған жоқ, тек қана Т әрпі жалғанды. Себебі тансын дегенде сондай S дыбысы бар бұл жерде. Сол себепті қатар қоймас үшін тек бір ғана Т әрпін, Т жалғауын жалғаймыз. Қазір осы неміс тіліндегі ережеден сәл ауытқитын етістіктерді қарастырып өтейік. Бұл А1 деңгейіндегі бастапқы деңгейдегі етістіктер. Мысалы, жаңағы алдында айтқан хайсын етістігі, хайст. S жоқ, тек қана Т жалғанады. Ду формасында. Шлисін, шлист. Бұл жерде де қарап отырсаңыздар, тек Т жалғау жалғанып тұр. Тансын, танст. Sitzen, sitzt. Putzen, putzt. Reisen, reist. Du, яғни сен деп басқа адамға қаратып айтқан кезде осы ережеден сәл ауытқу болатын етістіктерді жалпы жазып жаттап алған дұрыс. Heißt, schleißt, tanzt, sitzt, putzt, reist. Неміс тілінде осы стандартты жүктеу жалғауларынан сәл ауытқитын тағы бір етістіктер бар. Ол түбірі Д және Т әріптермен аяқталатын дұрыс етістіктер. Мысалы, арбайтын етістігін алайық. Етістіктің түбірі арбайт, иен жалғауы. Мұнда да жүктелген кезде бірінші жақта ешқандай өзгеріс жоқ. Ich arbeite. Сол бұрынғы стандартты Е жалғау жалғанды. Бірақ екінші жақта жүктелген кезде S-ті arbeitst емес, arbeitest болып жалғанады. Яғни тек қана S-ті емес, И қосымша әрпі де қосылады. Бұл айтуға жеңіл болу үшін осылай қосылады. Сол сияқты үшінші жақта да, мысалы, ол жұмыс істейді деп айтқан кезде arbeitet емес, sie arbeitet деп айтамыз. Яғни тек Т жалғауы емес, Т жалғанып тұр. Деген әріп қосылып тұр. Себебі arbeit деп айтқан жалпы айтуға ыңғайсыз. Сондықтан arbeitet болады. Wir arbeiten. Және бұл жерде өзгермейді. Көпше түрдің бірінші жағында, бірақ екінші жағында өзгереді. Arbeitet емес, ihr arbeitet. Сендер жұмыс істейсіңдер дегенде. Яғни стандартты жалғау бұл жерде тек қана Т жалғауы, бірақ бұл ережеден ауытқитын етістіктер. Түбірлері Д, Т болған кезде қосымша әрпі қосылады. Ihr arbeitet. Тағы бір мысал келтірейік. Бұл жерде бадын етістігі, ол шомылу, ваннаға түсу дегенді білдіреді. Бұнда түбірі бад, яғни Д әрпіне аяқталып тұр. Мен жаңа ғана айттым, етістіктің түбірі Д, Т әрпіне аяқталатын болса, ол кезде екінші және үшінші жақта, жекеше түрдің үшінші жағында қосымша дәнекер әрпі пайда болады. Жекеше түрдің екінші, үшінші жағында және көпше түрдің екінші жағында. Сонда міне қарасақ, ich bade gern бірінші жақ, жекеше түрдің. Мұнда ешқандай өзгеріс жоқ, сол стандартты жалғау жалғанып тұр. Бірақ екінші жаққа келген кезде du badest gern.
бадыстгерн емес, ду бадестгерн. Яғни айтуға жеңіл болу үшін. Себебі болмаған кезде мына жерде үш жаңағы дауыссыз дыбыс қатар келіп қалады да, айтуға өте қолайсыз болады. Сол себепті дәнекер әрпі қосылған. Сол сияқты үшінші жақта да зи эс бадеткерн. Ол ваннаға түскенді жақсы көреді. Бадеткерн. Бадыт емес, бадет. Көпше түрде бірінші жақта өзгеріс жоқ, стандартты ен жалғауы, ал екінші жақта бадеткерн, яғни әрпі бұл жерде пайда болды қосымша. Зи баденгерн үшінші жақта өзгеріс жоқ. Енді осы түбірі д және т әріптеріне аяқталатын неміс тіліндегі А1 деңгейіндегі етістіктерді тағы бір қарап өтейік. Яғни біз жаңа айтқан арбайтын етістігі ду формасында сен деп айтқан кезде арбайтест болады. Қосымша әрпі пайда болады. Арбайтет еспен қатар келгенде және мен қатар келгенде арбайтет әрпі пайда болады. Сондай-ақ антвортен етістігі ол жауап беру деген мағынаны береді. Ол дәл осы арбайтен сияқты мұнда да әрпі пайда болады. Ду формасында ерзиес және ияда. Антвортест, антвортет, антвортет. Вартен күту етістігі вартест, вартет, вартет. Одан кейін баден түбірі д-ға аяқталып тұр. Бадест, бадет, бадет. Келесі етістік финден етістігі табу деген мағынаны береді. Финдест, финдет, финдет. Енді бұл өфнен деген сәл бұнда түбірі д-ға аяқталып тұрған жоқ, бірақ бұлда осы д-т сияқты, д-ға аяқталатын етістіктер сияқты мұнда да әрпі жалғанады. Сондықтан мен бұны да қосып айта кетуді жөн көрдім. Өфнен етістігі ол ашу дегенді білдіреді. Жіктелгенде өфнест, яғни пайда болды. Өфнет, өфнет болып жіктеледі. Ал қазір жаттығудың кезегі келді. Ережені бекіту үшін келесі интерактивті тапсырмаларды орындап көріңіз. Сонымен бірінші тапсырма етістік түбіріне тиісті жалғауды қосыңыз. Сонымен дұрыс жауап Heißt du Fritz? Heißt du Fritz? Сенің атың Фриц пе? Бұл жерде түбірі, етістіктің түбірі эссе әрпіне аяқталып тұрғандықтан, екінші жақта ду формасында оған с-ті емес, бір ғана т әрпі жалғанады. Мұны біз бүгінгі сабақта өттік. Келесі тапсырма. Мұнда дұрыс жауап Schließen Sie das Fenster bitte. Schließen Sie das Fenster bitte. Яғни біз етістікке жалғауды жалғардың алдында есімдікке назар аударамыз. Ол қай жақта тұр, жекеше түрде тұр ма, көпше түрде тұр ма? Яғни зи есімдігі келгенде үнемі оның жалғауы ен болады. Біз сол ен жалғауын жалғадық. Өтініш терезені жаба салыңызшы. Das Fenster деген ол терезе деген мағынаны береді. Bitte бұл өтініш деген сөз. Келесі жаттығу. Яғни жалғау үшін есімдікке назар аударыңыздар. Жекеше түрде тұр ма, көпше түрде тұр ма, қай жақта тұр, соған байланысты жалғауды жалғайсыздар және етістіктің түбірінде аяқталып тұрған әріпке де назар аударыңыздар. Қандай әріпке аяқталып тұр, соған байланысты ережеден ауытқитын етістіктер бар. Сонымен дұрыс жауап Du schließt die Tür. Du schließt die Tür. Сен есікті жабасың. Бұл жерде ду дегеніміз жекеше түр, екінші жақ сен деген сөз
Ол кезде түбірінің соңғы әрпіне қараймыз. Қандай әріппен аяқталып тұр мұнда? ст әрпімен аяқталып тұрғандықтан ст емес, бір ғана т жалғауы жалғанады. Келесі тапсырма. Дұрыс жауап Sitzt du am Computer. Sitzt du am Computer. Бұл да біз бүгінгі өткен тақырыпқа қатысты, яғни етістіктің түбірі z әрпіне аяқталып тұрғандықтан мұнда тек қана т жалғауы жалғанады. Келесі тапсырма. Дұрыс жауап Karl sitzt hier. Karl sitzt hier. Karl осы жерде отыр. Hier деген осы жерде деген сөз. Сонда sitz дегенде де z әрпіне аяқталып тұрғандықтан бір ғана т жалғауы жалғанды. ст емес. Келесі жаттығу. Дұрыс жауап Du reist viel. Du reist viel. Сен көп саяхаттайсың. Viel деген көп деген сөз. Reisen деген етістіктің бастапқы формасынан шыққан. Мұнда түбірі s әрпіне аяқталып тұрғандықтан тек т жалғауы жалғанды. Келесі жаттығу. Дұрыс жауап Antwortet die Schülerin richtig. Antwortet die Schülerin richtig. Die Schülerin бұл жерде оқушы қызды айтып тұр. Сонда бір ғана т жалғауы емес, и деген қосымша әріпте қосылды. Келесі жаттығу. Соңғы жаттығу. Du arbeitest bei Volkswagen. Du arbeitest bei Volkswagen. Сен Volkswagenде жұмыс істейсің. Сонымен бүгінгі сабақты қорытындыласақ, етістіктер, дұрыс етістіктер, regelmäßige Verben және бұрыс етістіктер, unregelmäßige Verben деп бөлінеді. Дұрыс етістіктер жіктелгенде түбірі өзгермейді. S, SZ, Z, X әріптеріне аяқталатын дұрыс етістіктердің ду формасында ст емес, тек т жалғанады. Егер етістіктің түбірі д, т әріптеріне аяқталса, айтуға жеңіл болу үшін ду, zi, s, ia формаларындағы жалғаулардың алдына қосымша и әрпі келеді.